Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге өте дәмді әрі ең тез жасалатын пирогты үйрететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде менің каналыма жазылып алыңыздар. Ең бастысы, бұл пирогтың ингредиенттері кез келген үйден табылады. Ең алдымен 4 жұмыртқамызды және де құмшекерімізді салып, аппақ болғанша жақсылап миксерлейміз. Міне осылай болу керек. Енді бір кесе айранымыздың үстінен осылай бір чайный ложка ас содасын үстінен уксуспен гайстетіп жақсылап араластырып қоямыз. Міне осылай өздігінен көбейеді. Енді жаңағы массамыздың үстіне құямыз. Тағы да миксерлейміз. Жақсылап араласқаннан соң үстінен жаңа бір пиала сұйық майымызды құямыз. Енді 2 пиала ұн және 1 шай қасық разрыхителімізді аз-аздан қосып отырып, венчикпен араластырамыз. Жетпегеніне тағы да аз-аздан ұн қоса отырып, тура осы видеодағыдай сұйықтықта қамыр жасаймыз. Осылай 28 диаметрлі ыдысқа құйып алдым. Оны біз қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутқа дейін пісіреміз. Мінекей, бисквитіміз пісіп шықты. Сіз оны дастарханға дәл осылай кесіп қоя беруіңізге болады. Мен бірақ оны кішкентай осылай варенка немесе үйде қалып кеткен кез келген кремді кішкене бетіне жағып, майдаланған жаңғақ сепкенін ұнатамын. Пирогымыз осылай жұмсақ күшті болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.